Ассалаумалейкум достар, бүгін біздер дейтін кар паркинг қалай взлом етуді түсіретін боламыз. Енді кеттік. Бірінші біз телеграмға кіреміз. Содан кейін осы жақтан пик апк деген неге кіреміз. Осыдан кейін мына шеттен бүйтіп шығады. Мынаның үстідегі осыны баса саласыз, и потом осыдан келеді. Сосын мынаны установить дегенде басамыз. Сосын мынандай шетке кіргізіп жібереді. Сосын біз осыны жазып алатын боламыз. Менде жазып қойғам. Оны жазып алайық. Так, установить осыны. Так, общем, достар, мынау жазылды. Енді біз открытті басатын боламыз. Так, открыть. Енді осы жақтан біз настройкаға кіреміз. Расчет. Сосын yes. Содан кейін мынаны қосамыз. Содан кейін мынаны басамыз. Сосын санды күтеміз. Мына сан біткен соң окты басамыз. Сосын шығамыз. Содан кейін қайттан настройка кіреміз. Осы толған күтеміз. Анау толған соң, достар, жаңа күтесіз де осындай шығады. Міне, осыны жазып аласыз. Так, жазылды. Енді мына жақтан мынаған. Так, достар, кешіріңіздер, бағана шатасып кеттім. Кәдімгі кар паркингтің өзіне кіреміз. Достар, қараңыздар, менде неше ақша бар. Әне машина сатып алынды ма? Купи, ё-май. Ана BMW ақты. Ана BMW-ны алып, соны армандағам. Жоқ, бұл BMW емес, походу. Бір жестко BMW тұрады. Міне осы. Жоқ, бұл алынбайды, алынбайды. Неге? Мына соска, екеуі соска бар ғой, BMW емес. Да, но қане сатып алып. Машинмен істейді. Сатып алынды. Әне бұған тюнинг басындай жасап көрейік. Даже руліне дейін. Қой? Ё-май, руліне дейін бар ғой мықты. Оны бұрынғы не ме? Араш ба? Сондай сияқты. Ема. Мынақты әр түрлі нәрсе істеуге болады ғой. Достар, осымен видео аяқталды. Видео ұнаса лайктарыңызды басыңыздар. Сіздермен болған Нұрдәу KZ. Давайте.